10 миллион теңгеге енді өздеріңізге көмекші робот сатып ала аласыздар. Прям көмекші деп айта алмаймын, жасап тұрғанын қараңыздар. Әшейін посудомойканың есігін жаба алмай тұр. Бұл Нео атты алғашқы үйге арналған робот. Бойы 165 сантиметр, ал салмағы 30 кило. Басы қатты, бірақ денесі жұмсақ болып тұрады екен. Үстіндегі киімінің материалы трикотаж. Бірақ бір әжептәуір үлкендеу проблема бар. Барлығы жақсы болсын, роботтар жақсы жұмыс істесін деп, ар жақта роботты бір живой оператор басқарып отырады. Толығырақ айтсам, Индияның адамдары. Бұл роботты сіз 10 миллионға сатып алып, үйде болып жатқан нәрсенің барлығын ар жақта біреу көріп отыратын болады. Мейлі мақұл, бірақ сонда да ар жақта бір живой адам басқарып отырса да, оның істеп атқанына қараңыздар. Әшейін есікті жабамын дегенше басына бір салып қаласың ғой. Общий роботтың 3 түсі бар: бежевый, серый и қара. Кім осындай типа көмекші роботты 10 миллион теңгеге алатын еді? Комментарийде жазып, Диананың қызықтарына тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.